Қазір мен сіздерге үйрететін дұға, бұны адам баласы айтқан кезде жүрегі рахатқа бөлініп айтылатын дұғалардың бірі. Неге? Себебі бұл дұға Алла тағаланың көркем есімдерін қамтыған дұға. Енді бұл дұғаның артықшылығына байланысты тоқталатын болсақ, бұған байланысты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен игілігі болсын, былай деген: кімде-кім таңертең 3 рет Алланың рахымнан қуылған шайтаннан барлығын естуші әрі толық білуші Аллаға сыйынамын деген соң Хашр сүресінің соңғы 3 аятын оқыса, Алла тағала әлгі құлы үшін кешке дейін кешірім тілеп дұға жасайтын 70 000 періште тағайындайды. Қараңыздар, яғни біз Алланың рахымнан қуылған шайтаннан барлығын естуші әрі толық білуші Аллаға сыйынамын дегеннен кейін Хашр сүресінің соңғы 3 аятын оқитын болсақ, онда Алла тағала не істейді? Әлгі құл үшін кешке дейін кешірім тілейтін арнайы 70 000 періштені тағайындап қояды екен. Егер ол адам сол күні дүниеден озса, о дүниеге шейіт болып аттанады. Ал кімде-кім кешке оқыса, оның жағдайы да таңертең оқыған адамның жағдайындай болады. Яғни қарасақ, осы аяттарды оқуменен біздер осындай ұлы сауапқа, періштелердің біз үшін дұға етуіне кенелуімізге үлкен мүмкіндік екен. Сол себептен таңда, кешке осы дұғаны айтуды ұмытпайық. Енді қалай оқылу керек екенін мағынасымен бірге үйренейік. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Құрметті бауырлар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алла қаласа пайғамбар Мұхаммед саллаллаху үйреткен көптеген дұғаларын бірге үйренетін боламыз. Ал енді қазір осы сүренің осы аяттардың мағынасында не делген, соған бірге ой жүгіртсек. Алланың рахымынан қуылған шайтаннан барлығын естуші және толық білуші Аллаға сыйынамын. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен. Ол өзінен басқа ешбір тәңір жоқ, жалғыз Алла. Ғайыпты, көместі және көрнеуді толық білуші. Ол аса рахымды, ерекше мейірімді. Ол өзінен басқа ешбір тәңір жоқ, жалғыз Алла. Мәлик, шәксіз билік иесі, Құддус, кемшілік атаулыдан пәк, өте таза әрі тазартушы. Сәлам, тыныштықтың кепілі, мүмин, жүректерге иман нұрын ұялатып, қорқыныш пен үрейден сақтаушы. Мұхаймин, барлығын бақылауда ұстаушы. Азиз, аса үстем. Жаббар, аса өктем, өзінің қалауына бойсындырушы. Мутакаббир, теңдесі жоқ ұлы
әрі асқан айбындылық иесі. Алла олардың мүшриктердің серік қосқандарынан және серік қосуларынан пәк. Ол барлық нәрсені жоқтан бар еткен жалғыз жаратушы. Әрі бүкіл жаратылысты белгілі сатылардан өткізіп, оларға ерекше үйлесімділік пен көркем келбет беріп бейнелеуші. Ең көркем есімдер соған ғана тән. Жердегілер мен көктегілер оны әрдайым пәктеуде. Ол азиз, аса үстем, әрі хаким, теңдессіз, даналық иесі.